Biz bu Tatar балаларын ул фашист или булган Кытайга бирергә тиеш түгел. Нигә фашист или? Чөнки анда концлагерлар һәм ул концлагерларда türkler, Müslümanlar, mesela anda Kur'an topsalar iyinde sin kasaya gitti diyorsunuz. Cebra kitap topsalar. İkinci yarı var. Россия Витали, Хаман, Совет Европыда, кішілер құқы тұғында конвенция бар Европа конвенциясы. Анда бар үшінші мәддеде жазылған мына шушы тыйыла деп кішілерні жазалау, ғымумен зәрліклеу тыйыла деп жазылған. Шуның негізінде мына бұл депортация бұлыға тиіш түгіл. Конгресс яқламай, чүнки ол Татарстан хүкіметінің бір бүлігі, хүкіметі яқламай, ол чүнки қазір бірінен дегін оның саяси күші жоқ. Һәм біздің исемігіне оның Дәулет Шурасы Госсовет деп атайлар. Ол саяси ұйышма түгел. Ол мына шундай дендер ол шеткенде ипотеклардан тұрған бір ұйышма. Бүтін дүния Татар Конгресі ол Татарстан хүкіметінің бір бүлігіне, ол татарларны яқламай. Татарстан хүкіметті әйттімінде, ол Мәскеу нәрсе құша шуны эшлей. Чөнки федерация ғана тулысын шәбетті, һәм бұл неге унитар дәүләткә әйләнде. Ягъни бөтен бер хәлитләр Мәскәүдә. Мин уйлыйм, аларга китәргә кирәк Европага. Чөнки аларны көчләп депортация ясаялар, һәм анда концлагерьга эләгеп бетәчәкләр. Аңа таба пикетлар булачак, кул алмасалар мондай сүзләр әйткәч. Менә Татарстанның конституциясендә 14-нче мадда Татарстан президенты якларга тиеш татарларны, кая гына булса да. Марс планетасында булсалар да. Якларга тиеш, мине ханым. Шуны таләп итәргә чыктык.